Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа, Алланың игілігімен сәлем болсын, былай дейді: «Идману ли ситтан мин анфусикум, أضمن لكم الجنة تصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم». Маған мына 6 нәрсе үшін кепілдік беріңдер, мен де сендерге жәннатқа кіруге кепілдік берейін дейді. Сөйлегенде шындықты айтыңдар, уәделеріңді орындаңдар, аманатқа сенімді болыңдар, ұятты жерлеріңді сақтаңдар, көздеріңді харамға жұмыңдар, қолдарыңды харамнан аулақ ұстаңдар дейді. Бүгінгі таңда өтірік айту, алдау, уәдеде тұрмау, харам нәрселерге бару бұл қоғамның барлық саласына тамыр жайып кеткен. Мұсылман адам ешқашан өтірік айтпайды. Өйткені шындық пен өтірік, иман мен имансыздық секілді. Бұл мұсылманға мүлдем жат нәрсе. Бұған куәлік етудің өзі үлкен күнә. Сөзіне, ісінің сай келмеуі, яғни уәдесінде тұрмауы, бұл мұнафықтық, екіжүзділік. Алдау, яғни аманатқа қиянат жасау, харам нәрселерге бару, бұлардың барлығы тозақтық істерден. Егер де бұл қоғамда өтірік айту, аманатқа қиянат жасау, харам нәрселерді істеу тым шектен шығып жатса, бұл қоғам зиянда деген сөз. Сондай бір қоғамда келген ардақты пайғамбарымыз шыншылдық пен турашылдық, адалдық, харам, халал білмейтін надандық дәуіріне келген болатын. Бірақ пайғамбарымыз бен ардақты сахабаларымыз исламды шынай насихаттап, өз бойларынан көрсетіп, ол ғасыр тарихта алтын ғасыр, бақыт ғасыры деген атпен қалды. Сондықтан да бауырлар, біз де егер бұл қоғамда исламды шынай насихаттап, өз бойымыздан ісімізбен көрсете алатын болсақ, бұл қоғамның түзелері сөзсіз. Алла баршамызды тақуа құлдардан болуымызды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.